Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 128-ші сабақта біз одағай деген тақырыпты өтетін боламыз. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. 40-шы жаттығуда өлеңді дауыс екпінімен ырғағына сақтап оқы, қарамен жазылған сөздердің мәнін бет-бейне қимыл арқылы көрсетеді. Асау тайым бермейді бой, ашу мені кернеді ғой. Ой, тарғыл жылан шақпады шақ, табанға сап таптадым ах. Шыбық алып ешкі қуып шаршады мен кешке жуық, ренжітер болды ағайды, оқымадым одағайды. Қадыр Мырза Әлидің өлең екен. Осы жерде қарамен жазылған сөздердің мағынасына, тыныс белгілеріне назар аудар. Бұлар осыны тақпақта айтып тұрған адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Қап, деп шаршағанын, деп, ой деп ренжігенін білдіріп тұр. Және де бұлардың барлығынан кейін леп белгісі қойылған екен. Балалар, есімізде сақтайық, сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөздер одағай сөздер деп аталады. Одағай сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Бәрекелді, өнерлі бала екен. Ойпырмай, қауып алған жоқ па? Мысалы. Енді соны білу үшін 41-ші жаттығуға қарайық. Берілген тақырыпты бірін таңдап алып, диалогқа түс, сөйлем мәдениетін сақта дейді. Ана тілің арың бол, немесе ана тіліңді құрметте. Екеуінің біреуін алып, диалог құрғымыз керек екен. Ана тіліңді құрметте деген диалог құрайық. Мысалы, біріншісіне Әлиді алайық. Әлиді аламыз, айтамыз. Айша, туған тіліміз не үшін ана тіл деп айтатынын білесің бе? Айша айтады, әрине білемін. Біз ең алғаш анамыздан сөйлеуді үйреніп, анамыздың қолданған сөз мәнерін қайталаймыз. Сол себепті ана тілі деп аталады. Әли айтады, дұрыс айтасың. Енді біз сол анамыздан үйренген қасиетті тілімізді құрметтей білуіміз керек. Сонда айтады, біз ана тілімізді құрметтеп дамуына үлес қоссақ, сол еліміздің алдында перзенттік парызымызды орындаған боламыз. Ендеше жүрген жерімізде тіліміздің қасиетін ұғындырып, кеңінен қолдануына үлесімізді қоса жүрейік. Келістік. Осылай диалог құрдық. Енді 42-ші тапсырмада берілген одағайларды қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Па шіркін, әттең, ойпырмай. Мысалы, мынандай жазсақ болады. Па шіркін, неткен керемет гүлдер. Екіншісіне, әттең, менің де осындай күшігім болғанда ғой. Одан кейін, ойпырмай, бұл сөз түсінбейтін қандай бала өзі. Осындай сөйлем құрастырдық. Бұл жердегі па шіркін, әттең, ойпырмай, ол одағай сөздер. 43-ші тапсырмада сөйлемдерді одағай сөзі бар сөйлемге айландырып жаз дейді. Елбасымен кездестім. Бұған біз алақай елбасымен кездесеміз деп жазамыз. Бәрекелді, аға, мұныңыз жақсы ақыл болды дейік. Одан қарағымай білмейді екенсің ғой дегенге, ой, қарағымай білмейді екенсің ғой деп жазамыз. Ағылшынша еркін сөйлесем дегенге, шіркін, ағылшынша еркін сөйлесем ғой деп жазамыз. Одағайлардан кейін қандай тыныс белгісін қойды? Одағайлардан кейін әрқашанда леп белгісі қойылады. 44-ші тапсырмада жаңылпашты оқып жатқа айт дейді. Дәптерім дәптер ақ еді, жоғалтқан қаптер ақ еді. Қажетке көп жарап еді, әлі де көп жері ақ еді. Осы жердегі одағай сөз ол қап деген сөз. Өйткені қап деген сөзден леп белгісі тұр. Қарамен жазылған сөздер салыстыр, қайсысы сын есім, қайсысы шылау екен дәлелде дейді. Дәптер ақ еді дегенде әрине ол шылау, ақ деген дефис арқылы жазылады деп айттық. Ал енді әлі де жері ақ еді деген ол сын есім. Қандай еді? Ақ еді болады. Енді шығармашылық үзілісте ребусты шешуіндегі сөзді шылаулармен салыстырып, бір-бірінен айырмашылығын айт дейді. Алманың ал деген сөзін аламыз, айдың а сөзін аламыз екен, қайыңның қай сөзін аламыз. Сонда алақай деген сөз. Алақай деген сөз шықты. Енді біз алақайды, ол одағай сөз. Енді одағай мен шылаудың айырмашылығын айтайық. Одағай сөйлеушінің сөйлемде айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіреді дедік. Ал шылау сөйлемде мағынасы жоқ, тек өзі тірескен сөзге қосымша мән үстеп тұрады. Одағай сөйлемде белгілі бір тыныс белгісімен ажыратылады, леп белгісімен. Ал шылаулар тек ақ деген дефис арқылы жазылатын. Шылау ғана өзі тіркескен сөзден дефис арқылы ажыратылады. Қалған шылаулар тыныс белгісімен ажыратылмайды деп жазамыз. 46-ші тапсырмада ұлттың болашағы ана тілінде деген тақырыпта сөйлеуге дайындал. Ол үшін тақырып бойынша дереккөздердің мәлімет жина. Яғни бізге ұлттың болашағы ана тілде деген жазуымыз керек, мәтін жазуымыз керек. Оған әрине біз одағай сөздер қолдануымыз керек.
Мысалы былай жазайық, ұлттың болашағы ана тілде дегенге алдымен жоспар алайық. Ана тілім арым бұл, қазақ тілді сақтаудың маңыздылығы болашақ бүгіннен басталады деп. Одан кейін барып жазайық. Кез келген ұлттың өз ана тілі болады. Әр халық өз ана тілінде ғана бақытты деген сөз халық арасында мақал бар. Расында әр ұлт өз ана тілінде ән шырқап, өлең оқып, мұң-наласын шығарады. Сондықтан да туған тілін сақтап, оның ар намысын қорғауға тырысады. Шіркін, біздің тіліміз сондай бай, шұрайлы. Тіліміздің осындай бай табиғатын сол қалпында сақтап, дамытып, келесі ұрпаққа жеткізуіміз керек. Себебі тіл ұлттың күре тамыры. Тілі сақталмаған елдің мәдениеті жойылады, ал мәдениеті жоқ елдің әлемде өзіндік орны болмайды. Ендеше ұлтымыздың болашағы ана тіліміз екен әрқашан есте сақтайық. Ал болашақ бүгіннен басталады. Олай болса дәл бүгін күннен бастап ана тілімізді насихаттап, құрметтеп, дамытуға, атсалысуға шақырамын деп жазамыз. Осы жерде біз бір сөйлемді, одағай сөйлем жазайық. Шіркін, біздің тіліміз сондай бай, шұрайлы деген. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабағына лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.